Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Зейнолла Шүкіров көл жағасында. Ғабит Мүсірепов көлде. Оқу мақсаты: мәтінді түсініп оқып, негізгі ойды анықтау, суретпен жұмыстар жүргізу. Бүгінгі сабақ барысында сіздер өз ойларыңыз бен сезімдеріңізді көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізесіздер. Сөйлеу барысында иллюстрациялар мен фотосуреттер қолданасыздар. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге жұмбақ жасырамын. Ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Ол не? Дұрыс айтасыздар. Бұл жұмбақтың жауабы көл. Ендігі кезекте көл туралы қысқаша мәліметпен танысайық. Көл тікелей теңізбен қосылмаған құрлықтар өңіріндегі суға толы дербес ойыстар. Қазақстанда ірілі-ұсақты 48.260 көл бар екен. Бұны білгендерің жөн болар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз да осы көл жайында болмақ. Түсіндірме бекетінде авторлар туралы мәліметпен таныс боламыз. Зейнолла Шүкіров 1927 жылы өмірге келіп, 1970 жылдары өмірден озған. Ақын, жазушы. Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған Күншуақ, менің достарым тағы басқа әңгімелері бар. Ғабит Мүсірепов 1902 жылы өмірге келіп, 1985 жылы өмірден озған. Жазушы, драматург, сыншы, қоғам қайраткері. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Тұңғыш романы «Қазақ солдаты». Тыңдалым. Көл жағасында. Тау етегі көк кілем, балауса раң шөп кілең. Өзен бойын жағалай, өскен мынау қоғажай. Талма түстің кезін-ақ шөлдеп қапты қозалақ. Қарайды үркіп үйректер, не нәрседен сезігап. Қашпа үйректер сезігап, тимейді ғой қозы лақ. Көлде. Күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Жазғытұры кеңпейіл дүние шыққа малынып, маужырап тұр. Бармақ басындай қара ала аралар, үлбіреген гүлдерге қонып бал жинап жүр. Ат тұяғының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Жал-жал болып біткен қалың орманды, қара топырақты құйқалы жер. Көл де көп. Көл бетінде шомылып болып, айнаға қаранып, сыланып отырған аққу қаз су бетіне түскен сәулелермен сұлулық салыстырып, сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер суылдап келіп, көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласады да қайта ұшады. Оттады, тойды. Су ішті, қанды. Енді қамысты, томарлы көлдердегі ұялары еске түсті. Қайта ұшып кетті. Енді оқушылар, осы екі мәтінге ортақ мәліметті ата. Сөздіктер бекетінде бүгінгі сабағымыздың түсіндірме сөздеріне кезек берейік. Раң, шөптің аты. Кілең, барлығы түгелдей деген мағынаны білдіреді. Қоғажай, орман ішінде тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс, күннің төбеге келген кезі. Оқушылар, енді осы оқылған мәтіндер бойынша тапсырмалар орындаймыз. Қазір данышпан үкілер әдісі бойынша мәтінді талдаймыз. Мәтіндерден негізгі жаңа ұғымдарды тауып, оларды алфавиттік ретте жазыңдар. Мәтіндердің негізгі ойын бір сөйлеммен білдіріңдер. Осы екі мәтін бойынша мүлдем таныс емес ақпаратты табыңдар.
Мәтіндердің негізгі ойын сурет, сызба арқылы бейнелеңдер. Келесі тапсырма: кестені толтыр. Осы мәтіндер арқылы өсімдіктер және оған қатысты сөздерді, құстар және оған қатысты сөздерді, жануарлар, жәндіктер және оларға қатысты сөздерді тауып, кестені толтырыңдар. Үйге тапсырма. Берілген жоспар бойынша көлде тақырыбына мәтін құрастырыңдар. Жоспар: көл жағасындағы өсімдіктер, көлдегі тіршілік, көлдің пайдасы. Ал оқушылар, бортты журнал кестесін толтырып, кері байланыс жасаймыз. Берілген тақырып бойынша маған не белгілі, мен не білемін? Мәтіннен қандай жаңалық туралы білдім? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.